тойланып келді. Бұл ұлттық мереке. Менің ойымша, бұл дұрыс деп есептеймін. Қазақстанның төл мерекесі ретінде өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Ұлттық мереке болса, енді Қазақстанымыздың көркеюіне, біздің Қазақстанымыздың ел екенін, ел білу үшін осы республика күнін атап өткен, ол да бір жақсы шығар. Сол күн тойланған, ол да дұрыс деп ойлаймын. Біздің мемлекетіміз үшін дұрыс, тойлаған дұрыс қой, республика күнін. Республика күнін енді тойлауға болады, бірақ демалыс күні ретінде қарастыруды білмедім, ол енді соншалықты қажет емес шығар. Ұлттық мереке ол біздің Қазақстанның дербес мемлекет екенін аяқтайды. Тәуелсіз мемлекет екенімізді көрсетеді. Біздің президентіміз шешкен несін дұрыс деп қолдаймын сол кісіні. Негізінде 25 қазан күні алып тастаған күні дұрыс емес деп ойлағам негізінде ең басында. Содан кейін осы қазір қайтып 25 республика күні деп шешкеннен кейін дұрыс.